аты табиғат және экология. Табиғат жүрекке жылы, көңілге қонымды, терең мағыналы сөз. Ұлағаты мол ұғым емес пе? Табиғатсыз өмір жоқ. Ол бар байлықтың көзі, адам өмірінің негізі. Табиғатты біздің қоршаған дүние, аспан, жер, тау, су, жануарлар мен өсімдіктер әлемі. Адам қанша да қоршаған дүниені сұлулығына тамсанып, таңданған, қуанып шабыт алған және қамқорлық жасаған. Туған жеріміздің табиғаты адам айтқысыз әсем әрі бай. Ұшы-қиы жоқ теңізде шексіз дала, неше алған шөп, қызыл-жасыл шөп, өрнектеп кілем жайғандай. Табиғаттың ғажайып көріністері адам жөнін үйлесімділікке, жарасымдылыққа шақырып тұрғандай. Туған жеріміздің табиғатына аялап гүлдендіру өз қолымызда. Табиғат сұлулығына құмартпаған адамзат баласы жоқ шығар. Қазақ елі сол сезімді мыңдаған жылдар бойы кіршіксіз сақтап, ұрпақтан ұрпаққа тәрбиелеп маңызы жол үлгі өсиет ретінде беріп келеді. Ата-аналарымыз ескерткен тыйым сөздер мен дәстүрлерді, болжамдарды еске түсірейік. Қазір біз балалармен сұрақ-жауап ойынын ойнаймыз. Бірінші, айнала қоршаған ортада көздеріне түскен табиғат заттарын Ерасыл. Шөп, су, ауа, топырақ. Аружан. Тал, бұтақ, шөп, тастар және бұтақтар. Екінші сұрақ, қандай табиғат құбылыстарын білесіңдер? Аяулым. Мысалы, найзағай, жаңбыр деген сияқты. Қар жауы. Ерасыл. Мен қазір оқушыларға табиғатқа қамқорлық атты тақырыпта сурет салуды және де нақты сөздерді жазуға беремін. Табиғат сұлулығына суретшілер сурет салса, ақындар өлең жазып, ал сазгерлер ән жазған. Ендеше табиғат жайлы не білесіңдер екен? Байқап көрейік. Қазір оқушыларымыздың табиғатқа ықпайларсыз салған суреттерін таныстырайық. Мен 6-шы сынып оқушы Бауыржан Шынырламын. Мен табиғат және экологияға салған суретім мынау. Мен оны табиғатқа қамқорлық деп атадым. Ол өйткені адам су құйған жер жайқалып өсіп тұр, ал су құймаған жер қурап әдемісіз, көріксіз болып тұр. Сол үшін табиғатты аялап, қолымызда ұстауымыз керек. Біз мына суретте табиғат туралы салдық. Мұнда күн, мынау таулар және де бұтақтар, мынау ағып жатқан бұлақтар және де бұлттар. Мұнда біз ат салдық. Бұл суретіміздің аты табиғат деп аталады. Және де біз астына жел дауылды шақырады, бұлт жаңбырды шақырады. Ағаш талымен мықты, адам дос жарымен мықты. Табиғатты қорғау керек, табиғатты аялау керек. Мен 6-шы сынып оқушысымын. Менің атым Аңылбай Емел. Менің табиғат жайлы салған суретім біріншісі ағаш кесуге болмайды. Өйткені оған құстар ия салады. Ал екінші суретімде табиғатты қорғау керек. Бұл жерде қыз гүл суарып жатыр, ал гүл ауаны тазартады. Ал үшінші суретім аңды атуға болмайды. Ал елік қызыл кітапқа енген. Ал төртінші суретім табиғатқа шыққанда отты шала сөндіруге болмайды. Одан өрт шығып, ауаны ластауы мүмкін. Біздің мұнда салған суретіміз тау және таудың бауырында адамдардың үйлері. Адамдар тауға жақын тұрса, таудан таза ауа адамдарға келеді. Сондықтан таудан лас ауа емес, таза ауа шығу үшін адамдар шөптерді суарып, ағаштарды кеспеу керек. Біз мұнда табиғатқа байланысты мақал-мәтел жаздық. Ауаны ластамау керек, күркіреген бұлттың жаңбыры аз. Адамның табиғатсыз күні жоқ, оңай туған табиғаттың тілі жоқ. Тау мен тасты су бұзар, ел ағасының қуғысы. Табиғат біздің анамыз. Мен бұл суретті салған кезде біз бұнда ағаш отырып жатқан адамды салдық. Бұл адам табиғатқа көмегі тигізіп жатыр. Ал бұл ағын су бізге өте керек. Бұл шөп суарғанда да, бақшаларды суарғанда да керек. Біз өзендер мен көлдерін ластамауымыз керек.
Біз мұнда көп мақалдар жаздық. Мұнда табиғат жер байлығы, батыр ел байлығы, күркіреген бұлттың жаңбыры аз деген мақалдар жаздық. Ал мұнда сөздер біз көптеген табиғатқа байланысты сөздер жаздық. Мұнда бәріміз бір ағаштан егейік, табиғатты аялайық, гүлдерді жумайық және табиғатты қорғау керек деген сөздерді жазып шықтық. Табиғатты қорғау үшін бәріміз күресейік, бір-бір ағаш егейік, текке отырмай жасымызбен кәріміз, терімізді төгейік. Табиғатым, тіршілігім, ырысым, сенсіз менің тарылады тынысым, биік-биік тауларыңа қарасам, сіз басып түзеледі жүрісім. Бұтақтарды сындырмай, тазалықты сақтайық, гүл өсіріп, су құйып, табиғатты қорғайық. Сеніміңді ақ жүрекпен ақтаймын, туған жерім топырағын баптаймын, ата-баба сеніміне дақ салмай, табиғатты таза етіп сақтаймын. Мен қазақпын, жылқы мінез қайсарлы, жақсы жаман айратын байсалды, туған жерім табиғатым деп бүгін Асаутайды бар әлемге жар салды. Жер біздің анамыз, жер ана біздің панамыз, таза болса табиғат біз де аман боламыз. Ар мысың шапағатты күніміз, ар